12-ші сынып оқушылары. Зерде атты білім сайысына қош келдіңіздер. Зерде атты білім сайысы топтық сайыс болғандықтан мен сіздерді қазір топқа бөлемін. Байқап отырғандарыңыздай әрбір өзіңіздің алдарыңызда өрнектер берілген. Сол өрнектердің мәнін табу керек. Сіздерге 30 секунд уақыт беріледі. Уақыт кетті. Былай болды. Бастаймыз. 30 секунд. Жақсы болған оқушылар болса, қане? Міне тақтада берілген. Уақыт бітті. Енді бірінші топтың балалары өрнек мәні неше шықты? Орныңызға әркім өзінің орын тапсын. Міне парталарда 400, 400, 200, 590, 290 деген сандар бар. Өрнектің мәні нешеге тең? Сол топтың масалары сұрамалымыз. Қане? Сақтарымызды қоса ала барамыз. Жақсы. Өз орнымызды тапқан екенбіз. Ал енді тақтарға назар аударайық. Бірінші топта 275, 130 мың қосындысы берілген екен. Мәні нешеге болады? Неше болады? Қане? 400 деген топ. Бұл топтың аты бөлгіштер болады. Келесі екінші топ. 420 мен 170 қосындысы нешеге тең болады балалар? Қане? 590. Өте жақсы. 590 деген топтың аты қосылыштар болады. Келесі үшінші топ. 150 мен 140-тың қосындысы нешеге тең болады? 290. 290 деген топтың аты көбейткіштер болады. Келесі төртінші топ 710 мен 510-ның аяғасында 200-ге тең болады. Өте жақсы. Бұл топтың аты азайтқыштар. Келесі. Енді мен сендерге әзірлеген бір тылсым сыйым бар. Бірінші топқа 270 пен 130-ның қосындысы 400 тең болды. Енді осының артында бір тылсым сый жасырған. Бәріміз назар аударайық. Не көріп тұрмыз? Смайли. Өте жақсы. Енді бірінші топқа мынандай тапсырма. Бірінші топтың балалары осы смайликті көрсету керек. Қане? Өте жақсы. Келесі екінші топқа назар аударайық. Екінші топта қандай смайлик жасырған екен? Қане екінші топ қайда бізде? 200. Азайғыштар өте жақсы. Келесі үшінші топқа қандай смайлик беріпті? Үшінші топ қайда бізде? Көмекшілер өте жақсы. Келесі төртінші топ. Төртінші топ ойланып қалыпты. Қане бет-әлпетімізді көрсетеміз. Олай болса балалар келесі кезеңге назар аударайық. Келесі кезең білгенге маржан деп аталады. Білгенге маржан деген сайыстың өзінің тапсырмалары бар екен. Қандай тапсырмалар екен? Бірге көрейік. Бірінші топқа мен жаңа жаңалықтарды тараттым. Жаңалықтарды екі-екіден теңдей етіп салу үшін неше қорап қажет екенін анықтауымыз қажет. Келесі екінші топқа сәбіздер тарап бердім. Сәбіздерді 3-3-тен теңдей етіп бөлу үшін неше қорап қажет екенін анықтауымыз қажет. Келесі үшінші топқа құлпынайларды тарап бердім. Құлпынайларды 4-4-тен теңдей етіп бөлу үшін неше қорап қажет. Төртінші топ алмаларды 5-5-тен теңдей етіп салу үшін неше қорап қажет. Тапсырманы орындауға 30 секунд уақыт. Енді бөлгіштер тобының тапсырмасына назар аударайық. 6 шамам берген. Ал қане кім шығар? Малика шыға ғой. Неше шықты жауабында? 3 қорап қажет екен. Екі-екіден салу үшін дұрыс па екен? Тексеріп көрейік. Қане? Дұрыс. 6-ны сен оны қалай таптың? 3 қорап қажет екен. 6-ны бөлмейді. Дұрыс. Келесі. Сәбіздер берілген. Сәбіздерді 9 сәбіз берілген. 3-3-тен бөліп салу үшін неше қорап қажет екен? Көмекшілер тобынан бір бала шықсын. Келе ғой. Айдас. Қане? Тексеріп көрейік. Дұрыс. Оны қалай таптың? 3 қорап қажет екен. 9 бөлу 3 тең 3. Яғни 9-ы 3-ге бөлді. Өте жақсы. Келесі құлпынайлар берген. Құлпынайларға кім шығады? Қане? Шыға ғой. Мыналар неше қорап қажет болды? 2. Тексеріп көрейік. Қане басшы?
Basa qo'y. Taxtani bas. Nechta qarab qajat deydi. 2 durust o'tira qo'y. Kelasi topshirmani o'rnaymiz. Qani durust ekan? Eslatib ko'ring. Mana 1780 80310. Ya'ni bарлық topda durust o'rindadi. Barlarına birdek ақшаларını салып қойдым конвертке. Енді келесі кезеңге назар аударайық. Ой мен қане көк теңіздің кешіндер, жарқышып кеткен неше түрлі есімдер, айтылғанда математикалық есептер, зейін салып, зердеменен шешімдерді келе келесі кезеңге назар аударайық. Келесі кезең математика деп аталады. Бұл тапсырманың шарты бойынша бұл өзі жұмыс. Барымыз, дәптерімізді ашамызда, осы өзі жұмысты орындаймыз. Дәптерді ашып, өзі жұмысты орындаймыз. Өзі жұмысты орындаймыз. Тапсырманы бірінші болған 4 балаға ұпай сандары беріледі. Өздік жұмысты орындауға 2 минут уақыт беремін. Уақыт кетті. Бірдей мәндер жасау болады. Жұмыстың шарты бойынша балалар нәтижесін табу керек. 14 пен 7-нің бөлінісі, егер 7 мен 2-нің бөлінісі 14-ке тең екендігі белгілі болса, және 21 мен 3-тің айырмасы, егер 3 пен 7-нің көбейтіндісі 21-ге тең болса, екендігі белгілі болса, осы тапсырмаларды өзі жұмыс кезінде орындаймыз. Бірінші болған 4 бала орындарынан тұрады. Қане, уақыт. Бірінші болған 4 бала. Жаңа бірінші Айназ болды, Мәди болды, Яна болды, және де Әмір болды. Жақсы, отыра қоямыз. Отырамыз. Мен көбейткіштер тобына 4 ұпай беремін. Көбейткіштер тобы бізде нешінші топ? 2-ші топ. Жақсы. Енді келесі кезеңге назар аударайық. Жауабын тексереміз. Барымыз 14 пен 7-нің бөлінісі 2-ге тең болады. Дұрыс па? Яғни, енді біздің жұмыс болғанда бір-бірімізді тексереміз. Дәптерімізді алмасамыз да тексерейік бір-біріміздің қатемізді. 21 мен 3-тің бөлінісі 7-ге тең. 30 пен 6-ның бөлінісі нешеге тең? 5-ге тең. 15 пен 5-тің бөлінісі кімде қате бар? 3. 28 пен 4-тің бөлінісі 7-ге тең. Жақсы. Олай болса, келесі кезеңге назар аударайық. Өмірде қарап тұрсаң, бәрі есеп. Ауырсаң, шетығын дәрі есеп. Есепсіз өмір сүрген мазмұнсыз ау, дүниенің бар тұлғасы есеп дей келе келесі кезеңге назар аударайық. Келесі кезеңде мынандай тапсырма берілген. Қазір бір оқушыны мен шығарамын. Сол оқушы тақтаға есеп шығарады. Бұл есепті барлығымыз үлгі ретінде дәптерімізге жазып аламыз. Қазір мен кез келген бір баланы шығарамын. Сол тақтаға шығып есепті шығарады. Көбейткіштер тобынан Мәди шығады. Мәди есептің берілген тақырыбы. Бір жинақта қалайдан жасалған 6 ойыншық болды. Осыдан 6 жинақта қалайдан жасалған неше ойыншық бар? Жақсы. Есепте не берілген? Есепте не берілген? Қалай туралы. Қалай туралы айтылған, ал не белгіледі есепте? Неше жасалған? Дұрыс. Келесі есепте не белгісіз екен? Не белгісіз болды жаңа есепте? Неше ойыншық бар? Ал есептің сұрағы қандай болды жаңа? Есепте барлығы неше? Жақсы. Енді осы есепті неше балмен орындаймыз? Жақсы. Енді есепті шығарайық. Ал есепті шығарамыз тақтаға. Жасауға. Бірінші
Артынан қойайық. Есептің бергені бізде нетіп, енді орын алып жаза қойдық. Барымыз дәптерімізді ашып жазамыз. Бір жиынтықта қалайда жасаған 6 ойыншық бар. Қалғанымыз дәптерді ашып, бұл есепті жазып қойайық. Bir жиынтықта 6 ойыншық бар. Жазғанда әдемі түзу отырамыз. Мәди есепті қалай шығарды? Қане көсек көрейік. Мәдидің шығарған есебі дұрыс екен. Bir жиынтықта 6 ойыншық, 6 жиынтықта белгісіз ойыншық. Барлығын табу керек. Бізге барлығын тапсын деп тұрма? Жоқ, барлығын тапсын деп тұрған жоқ, е? Көшіреміз. Ал есепті дұрыс шығарыпсың. 6 мен 6 көбейтіндісі неше екен болады? 36. Дұрыс. Ал енді соны тексеріп көрейік тақтадан. Мәди есепті дұрыс шығарып екен? Дұрыс шығарды баласы. Жақсы. Мәди көбейткіштер тобынан. Олай болса көбейткіштер тобына 1 ұпай. Көбейткіштер бізде 2-ші топ. Келесі. Есеп шығарып шаршадық ба? Олай болса қазір сергіп алайық. Еселерге қазір бір видео басамын. Оның барлығын қайталаймыз, жақсы ма? Бәріміз бірге жасаймыз. Everybody clap, clap, clap. Open, close, open, close. Everybody touch your eyes. Eyes. Open, close, open, close. Everybody clap, clap, clap. Open, close, open, close. Everybody touch your ears. Ears. Open, close, open, close. Everybody clap, clap, clap. Open, close, open, close. Everybody touch your nose. Nose. Open, close, open, close. Everybody clap, clap, clap. Open, close, open, close. Everybody touch your arms. Arms. Келесі. Енді мен әрбір топқа қандай тапсырмалар беремін. Бірінші топты бөлгіштерге алдарыңнан қағаз таратамын. Сол қағазға есепті топпен ақындасып шешулерің қажет. Антайлықтар тобы, көбейткіштер тобы, және де қосқыштар тобы. Көбейткіштер тобы. Markerimi kullanalım. Bana 263. bitişte Gelirsin, basmışlar dola. Basmışlar doluna, öyle 5. есепте екінші тапсырмасы әже. Бана берген оқиды. Мұнда фломастер 2 қорапқа тең бөлініп салынды. Әрбір қорапқа неше фломастерден салынды? Есеп не туралы? Яна? Есеп фломастер туралы. Жақсы. Есепте не белгілі? Есепте фломастер неше белгілі? Есепте не белгісіз? Есепте әрбір қорапқа неше фломастер салынды? Дұрыс. Ал есептің сұрағы не болды жаңа? Есептің сұрағы әрбір қорапқа неше фломастер салынғаны белгісіз. Сол
Sağ sonday bo'ldi ya. Al necha amalga o'rindanmi? 1 amalga. Tekshirib ko'ring. Javobida necha chiqdi? 7. Bolalarga ko'rsatib qo'y. Ya'ni ko'rikishlar to'g'ri esepda durust o'rinladi. Konvertga borib sala qo'y. Endi kelasi yezikga azayg'ichlar to'g'ridan Azayg'ichlar to'g'ridan Erkejan chiqdi. Erkejan esepning berilganini o'qiy qo'y. Balalar 140 gram dərili şişi jinadı. Onların 200 gramı suyunçuk, 44 gramı zımancakra, alkalanı tümedağı. Varlığı neçe gram tümedağı jinadı. Nasıl? Esepini turalım. Ya, şöpler turalı esepte ne belirli bo'ldi жаңа? Esepte varlığı bir. Barlığı neçe şöp? 140 şöp, ya. Ulardan neçevi şöp bo'ldi? Onların 26'sı durust. Al neçevi yaprak bo'ldi? Neçe gramı? 44 durust. Endi esepte ne belgisiz bo'ldi жаңа? Tümedağı. Tümedağı durust. Eseptin sıralğı ne bo'ldi? Tümedağı. Balalar neçe gram tümedağı jinadı? Eseptin neçe amal o'rinlarında? Жақшының орнында. Жақшылап koyayım. Neçe amal sonda? 2 amal. Endi tekshirib ko'ring. Javobida necha chiqdi? Qani 152 chiqdi bolalar. Azayg'ichlar to'g'ri esepda qat'iy chiqaribdi. Ular bo'lsa, qasina durust nusxasini yozamiz. Durustida 40 chiqadi. O'tira qo'yinglar. Azayg'ichlar to'g'ri qat'iyimizni jo'nlaymiz. Kelasi qo'shilishlar to'g'rina mana esep berilgan qo'shilishlar to'g'rina ma'lumot chiqdi. Әжей дәріханада 200 грамм қалапқай, 350 грамм итмұрын және 120 грамм шектен сатып алды. Әжей барлығы неше грамм дәрілік шектен сатып алды? Есепте не туралы? Есеп дәрілік шектер туралы. Дұрыс, есепте не белгілі? Есепте қалапқай, итмұрын және шектен. Солардың неше грамм екені белгілі болды, я? Есепте не белгісіз болды? Біздің сайысымыз лотерея билеті деп аталады. Бұл лотерея билетінде мен сендерге бір күрделі тапсырма беремін. Ол күрделі тапсырма логикалық тапсырма болады. Логикалық тапсырмаға назар аударайық. Бұл барлық топтарға арналады. Аулада, оқиятымыз, аулада бірнеше лақ және балапандар жүрді. Олардың аяқтарының санының барлығы 12. Аулада неше лақ және неше балапан жүрді. Сендерге 5 минут уақыт беріледі. Қайдың баласы бірінші шығарады, соған ұпайын. Уақыт кетті. 5 минут уақыт кетті. Жақсы. Осы логикалық тапсырманы қане кім бірінші орындады? Мәди орындады. Мәди оқиға жауабы неше шықты? Аулада 2 лақ, 2 балапан жүрді. Аулада 2 лақ, 2 балапан жүрді. Ал тағдай кім қалай шешті? 3 балапан дейді, бөлгіштер тобы. Ал неше лақ жүрді? 2 лақ, 3 балапан жүрді. Жақсы. Келесі қосылыштар тобында қандай жауап? 6 лақ. 6 лақ, 6 балапан. Жақсы. Азайғыштар тобында 6 лақ, 6 балапан. Дұрыс жауабын тексеріп көрейік. Жауабын оқиды. Халима дейін оқи қойшы. Лақта 4 аяқ, балапанда 2 аяқ бар. Бірнеше лақ пен бірнеше балапан жүргендіктен олардың біреуінің аяғы 2 емес, одан көп 3 лақтың жүруі мүмкін емес. Өйткені 4 қосу 4 тең 12 болады. Олай болса балапандар жүрмес еді. Сондықтан 12 тең 4 қосу 2 қосу 2. Жауабы 2 лақ және 2 балапан жүрді. Дұрыс, я көмекшілер тобы логикалық тапсырманы дұрыс орындады. Лотерея билетінде бізде қомақты ақша берілген. Қомақты ақша бізде екінші топқа барып салынады. Жақсы балалар. Енді біз бас жүлде орындарды анықтаймыз. Бас жүлдеде Экспо 2017-ге билет ұтып алады.
birinchi o'rinda Алматы қаласындағы мега ойын-сауық орталығына билет алды. Екінші орындар Абай театрына, ал үшінші орын алғандар Абай мұражайына билет алады. Ал енді оны табу үшін ұпай сандар санайық. Бірінші топта 4 ұпай, яғни 400 теңге алды. Келесі екінші топта лотерея билетін ұтып алды, және де оларда көп. Яғни лотерея билеті 5000, 100, 200, 300, 400, 500, 5500 ақша ұтып алды. Келесі үшінші топ. Үшінші топта көмекшілер тобына экспоға саяхаттайды. Көмекшілер тобына экспоға билетті тарап келемін. Келесі екінші орынды, бірінші орынды иеленген қай топ болды бізде балалар? Жаңа 500 ұпай алған, үшінші 500 ұпай алғандар. Азайғыштар тобы. Азайғыштар мегаға саяхаттайды. Жақсы. Екінші орынды иеленген 400 ұпай алған бірінші топ. Бөлгіштер тобы. Бөлгіштер тобы. Қосқыштар тобы. Жақсы. Балалар, бүгінгі сайысымыз аяқталды. Сайысты бір ауыз сөзбен аяқтады. Жақсы. Келесі. Маған бұл сайыс өте ұнады. Қосқыштар тобы. Бір ауыз сөзбен айтады. Қосқыштар тобынан. Маған бүгінгі сайыс өте қатты. Жақсы. Олай болса бүгінгі зерде атты білім сайысымызды аяқтаймыз. Келіп қатысқандарыңызға көп рахмет.